Әскер жиып аттандық, Бекетай еді тұрағым. Айғайлап жауға тигенде Ағатай беріш ұраным. Бекетай құмға ел қонып, Байбақты жүніс аттанды, қосылуға дем болып. Құдайлады ханұлы іздеген жауы біз болып. Жау қарасы көрінді, жиылған әскер білінді. Исатай басшы, мен қосшы. Исатайдың сол күнде ақтабан аты астында, дулығасы басында. Зығырданы қайнайды, астына мінген ақтабан ақ бөкендей ойнайды. Қасына ерген көп әскер, маңыраған қойдай шулайды. 1836 жылы ішкі бөкей ордасында Исатай Махамбет бастаған қарулы көтеріліс бұрқ ете түсті. Көтерілістің ұранына айналған Махамбеттің жалынды жырлары Жәңгір билеген үстем қауымға жасанып келген қарулы қолдан бетер әсер етті. Хан ордасының астанасы Орда қаласының іргетасы 1827 жылдан бастап қаланып, Ақпатша бекіткен жоспар бойынша Жәңгір онда ақсүйектік зиялы хандыққа айналдыру бағдарламасын жүзеге асыра бастады. Ресейдің отарлау саясат идеологтарының ойынша, ішкі бөкей ордасы әуелі қазақ қауымы қала берді, Орта Азия үшін орыс мәдениетіне жуықтасудың өнегесіне айналу керек болды. Сондықтан Жәңгір ішкі бөкей ордасында патша үкіметінің экономикалық, геостратегиялық және басқа да мүдделерін қорғап, оны іске асыруға тырысты. Оның ең бастысы сауда саттықты күшейтіп, товарлы ақша қарым-қатынасын өркендету еді. 1824 жылы Ордада екі жерде жәрмеңке ашылды. Оған ішкі Ресей губернияларынан саудагерлер келіп, мал шаруашылығының өнімдерін сатып ала бастады. Сауданың дамуы ақша айналымын өрістетті. Орданың рухани өмірінде де үлкен өзгерістер болды. Бұрынғы әдет салт орнына шариғат жүрді. Жесір дауы, жер дауы секілді қазақтың нағыз әдетпен шешілетін өзара істері шариғат заңы бойынша тергеле бастады. Неплюев кадет корпусындағы ордалықтар үшін арнайы бөлінген 10 орынға зерек шәкірттер дайындайтын 30-40 балаға арналған орыс қазақ училищесінің іргетасы қаланды. Ордада осынау ауқымды істерді жүзеге асыру үшін қыруар қаражат қажет болды. Әрине, оның бүкіл салмағы халыққа түсті. 1832 жылы Махамбет Неплюев атындағы әскери училищеге оқуға түскен, Жәңгірдің тұңғышы Зұлқарнайынды орналастыру үшін Орынборға келді. Қазақ балалар үшін 10 орын бөлінген бұл училищеге жыл сайын хан қазынасынан қаражат аударылып отырды. Табиғатынан зерек, жаңалыққа жаны құштар Махамбет Зұлқарнаймен бірге өзінің де білімін жетілдіріп, көңіл көк жиегін кеңейте түсті. Махамбет Орынборда орыстың алдыңғы қатарлы озық ойлы азаматтарымен танысады. Олардың арасында 1825 жылы декабристер көтерілісіне қатысқан князь Трубецкой, орыс географиялық қоғамының толық мүшесі Григорий Карелин, Пушкинді жайық өңірімен таныстыратын Владимир Даль бар еді. Махамбет өткен-кеткен тарихты, батырлары жырын мүдірмей жатқа соғатын зор қабілетімен, әрі өзі де жанынан шығарып айтатын ақындығымен орыс достарының жүрегін жаулап алды.
дала өмірінен көптеген әңгімелер жазған, қазақ ауыз әдебиетін жинаған Дальдың творчествосына Махамбеттің тигізген әсері зор болды. Махамбет Зұлқарнайын әскери училищеге бауыр басып, үйренген соң ғана хан ордаға қайтып оралады. Ол осы кезде өзінің өнерімен, айтқыштығымен орданы күйге жырға кенелтіп, хан сарайының сәнін келтіреді. Ол ерлікті, адамгершілікті, биік парасатты, адалдықты жырлады. Ол екіге жарылу, күн үшін көлгірсу дегенді білмеген. Іші сырты бірдей тұп-тұтас қалпы туыла салынған сирек дарын еді. Қоғалы көлдер, құм сулар, кімдерге қоныс болмаған, саздауға біткен құба тал, кімдерге сайғақ болмаған, басына жібек байлаған арулар кімнен қалмаған, таңдап мінген тұлпарлар есін қайда жаяу салмаған, құландар ішпес бұршаққа кімдерге шәрбәт болмаған, садағына сары шіркей ұялап, жауыз деген ерлердің қайда басы қалмаған. Шелікте желік, мінелікте түсөлік, ойналықта күлөлік, ойласаңдар жігіттер, мынау жалған дүние кімдерден кейін қалмаған. 19 ғасырдың бірінші жартысында патша үкіметі Батыс Қазақстанда реакциялық ішкі саясат жүргізіп, отарлық езгіні күшейте түсті. Қазақ орыстар мен помещиктердің мүддесіне сай, кіші жүздің солтүстігі мен батыс жағындағы егіншілікке қолайлы, құнарлы жерлерді тартып алып, Новоилецкая, Нижнеуйская, Верхнеуйская әскери линияларын құрды. Мұнда қазақ руларының малға жайлы, сулы орманды жерлері кетті. Бұрын балық аулап, аң ұстап күнелтетін кейбір рулар өзен су мен орманнан айырылып, күйзеліске ұшырады. Сонымен қатар қазақтарға жайықтан балық аулауға, сорлардан тұз өндіруге, ағаш кесуге тыйым салынды. Қазақ орыстар балық аулап, оны Ресейдің ішкі рыногында өткізіп, мол дәулетке кенелді. Орынбордың әскери губернаторы Перовский Ресей үкімет үшін қазақтардың мал шаруашылығымен айналысқаны тиімді деп жария етті. Атадан мұраға қалған хандық билікке ие болған үшін Ресей патшасына тәуелді болу және өзінің хандығы тұсында ордаға келіп орныққан Нұралы хан әулетінің ұрпақтары алдындағы ағайындық парызы Жәңгірдің әр түрлі әлеуметтік топтар арасындағы саяси тұрақтылықты тепе-теңдікте ұстап тұруына кері әсерін тигізді. Ел басқару әдісін орыс әкімшілігі жүйесіне бұруы, рулық бірлестіктерді жойып, елді территориялық әкімшілік әдіспен басқаруы, сөйтіп ру басылары мен старшындардың құқығын шектеуі халықтың наразылығын тудырды. Жәңгір жерді пландатып, бұрынғы кең жайылымдарды бөліп, оларды енді белгілі бір төлемге арендаға беретін болды. Жер таласы күшейді. Осы кезде орданың саяси сахнасына шыққан Шөке Нұралы ханұлы, Қарауыл Қожа Бабажановтар дәулетті жер иеленушілерге айналды.
ордадағы жердің 85%-ы 25-30 ауқатты шаңырақтың меншігінде болды. Елім, халқым деген ханның шын бет бейнесі осы тұста ашылды. Елі үшін еңсесі түскен ақын, халықтың басына төнген ауыр қасірет үшін ханды кінәлап, орданың есігін тарс жапты. Хан емессің, қасқырсың, хас албасты басқырсың, достарың келіп табалап, дұшпаның сені бас құрсын. Хан емессің, лаңсың, қара шұбар жылансың, хан емессің, аяnsың, айыр құйрық, шаяnsың. Жәңгірдің бұл саясаты қайсы бір руларды орнынан қозғап басқа жерге көшіріп, елді араластыруға, рулық бірлікті әлсіретуге әкеп соқтырды. Сөйтіп ішкі бөкей ордасында шекіспей бекіспейтін бір-біріне қарама қарсы екі топ пайда болды. Бірі Жәңгір мен хан жақтаған топта, екіншісі екі жақты езгіге ұшыраған, халық қоштаған Исатай мен Махамбет тобы. Бұл кезде ата қонысынан айырылған халық Исатай мен Махамбеттің жанына жинала бастады. Мың 836 жылдың 23 мамыры күні Жәңгір Орынбор генерал-губернаторы Перовскийге хат жолдайды. Онда Исатай Махамбет халық арасында жарамсыз сөз таратып, басқаларды маған бағынбауға шақырды десе, шекара комиссиясына жолдаған ақпарында Исатайды ханға қарсы қоздырып жүрген Махамбет деп бағалаған. 1837 жылдың 27 қазаны күні жасанған қалың қол ала шұбар айшықты туын желбіретіп, ордаға төне түсті. Махамбет атқа қонған қосының абылыққан көңілін суытпай, жігерін жанып, қайратын қайраумен болды. Ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, Енку жер шалмай, қоңыр салқын төске алмай, тебінгі терге шірмей, терлігі майдай ермей, алты-малта ас болмай, өзіңнен туған жас бала сақалы шығып жат болмай, ат үстінде күн көрмей, ашаршылық шөл көрмей, арып ашып жол көрмей, өзегі талып ет жемей, ер төсектен безінбей, ұлы түске ұрынбай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай, қу толағай бастанбай, ерлердің ісі бітер ме? Хан көтерілісшілерге артық айтқан сөзім біреуге таяғым тисе кешсін, шыбын жанымды қисын, қандай талабы бар екенін айтсын, ойланып орындауға 10 күн мұрсат берсін деп елші жібереді. Хан баласы қабанды, қайрылып шапса жаманды. Хан баласы қара жыланды, қайта айналса шағарды. Шабар күнің бүгінді, бүгіннен кейін қиынды деген Махамбеттің сөзіне құлақ аспай Исатай Жәңгірге 10 күн мұрсат береді. Орынбор генерал-губернаторы Перовский Исатай Махамбет бастаған қарулық көтерілісті басу үшін подполковник Гекке бастаған Орынбор және Орал казак полктарынан құралған әскери топ құрды. Көтерілісті басуға жан-жақтан жазалаушы отрядтар келе бастады. Қорлықта жүрген халқыма бостандық алып берем деп 41 жасқа келгенде, ауыр әскер қол ертіп жас құсқа барып кіргенде,
арыстандай ақырған айбатыма шыдамай, хан баласы жыладай. Жанымды қи деп сұрадай. Ақ көңіл аңқау жүрекпен беремін деп мен тұрдым. Көк бедеуді бауырлап шабамын деп сен тұрдың. Исатай басшы білсін деп ауыр әскер қол тұрды. 41 жасқа келгенде өз дегенім болмаса, өзгенің тінін алмаған, кісі ақылы қонбаған, қанша айтсаң да болмадым, сөзіңе құлақ салмадым. Бұрала біткен емендей қисық туған сорлаған, хан сөзіне сенгенім, 10 күн сұрок бергенім, әскерімді таратып, 11 күнге қаратып, Бекетай құмға келгенім. Қош, аман бол, жолдасым. Бұ дүниенің жүзінде осы балар сені көргенім. Қапыда өткен дүние-ай, ақырында еш болды-ау. Ел үшін еткен еңбегім, атаңа нәлет ханылай. Тілегін сұрап алғансың, ойлағаны болғансың. Патшаға хабар салдырып, патшадан солдат алдырып, құрсағымнан шалдырып айтып айтпай не пайда? Егеулі найза өңгерген, азды көпке теңгерген, Қабыланбай мен Қалдыбай арысалы кебек жолдасым. Жаудан өлді жолбарысым. Сол ерлерден айрылып Исатай мен Махамбет, екі арыстан ер қалдау. Адыра қалғыр қуңарын, талауға түсіп бүлініп, адамы қойдай қырылып, құлағызып жер қалдау. Көтерілісшілер 50-60 адамнан айрылып, кейін шегінеді. Жайық бойындағы бекіністері мен қамалдарға әскерлер келіп, өзеннен Бұхар бетке өтпек болған көтерілісшілерді ұстай берді. Генерал-губернатор Перовский, кіші жүздің батыс бөлімінің билеушісі Сұлтан Баймағамбет Айшуақовқа Исатайдың жайықтан өтіп қашып шығу мүмкіндігін ескертіп, сенімді адамдардан отряд әзірлеуді міндеттеді. Исатай мен Махамбеттің қимылынан хабардар Перовский көптеген киргиздар Таймановқа қосылуға даяр, және оны мал мен заттармен жабдықтап отырады. Оның тобы енді 91 адам Наушаның жақтауымен күшейе түсуде деп жазды. Мың 838 жылы маусымда Көкпектіде 3000 қол жиналады. Алқа топтың алдында Исатай Махамбет кезек-кезек сөйлеп, Ресейдің отаршыл саясатын сынап, халық мүддесін сатып соларға итаршы болған Баймағамбет сұлтанға лағнет айтады. 1838 жылдың 11 шілдесінде Исатай мен Махамбет бастаған көтерілісшілердің ең белсенді тобы Қиыл өзеніне қарай бет алады. Өзеннің қарама-қарсы жағындағы Жарғабақтан Гекке мен Баймағамбет тобы оларға зеңбіректен оқ ата бастайды. Гекке зеңбірекке қарсы шапқан батырлардың ерлігін көріп, жағасын ұстайды. Күш жағынан басым, және соғыс тактикасын дұрыс пайдаланған Гекке тобы көтерілісшілерді жеңді. Мұнарда мұнар күн, бұлттан шыққан шұбар күн, буыршы мұзға тайған күн, буратанға шөккен күн, бұлықсып жүрген мырзадан бұрынғы дәулет қайған күн, қатарланған қаранар арқаның қиып алған күн, алма мойын аруды ат көтіне салған күн, бұланда ерді кескен күн, буылы теңді шешкен күн, сандық толы сары алтын сапырып судай шашқан күн. Түс қыла көр, құдайым, біздей тақ мейманасы тасқанға, біздің ер Исатай өлген күн, 10 сан байтақ өлген күн. 1839 жылдың күзінде Орынбор Хиуа жорығына
2000 атты әскер 32 зеңбірекпен жолға шыққан керуенді генерал-губернатор Перовский басқарды. Махамбет атқа қонып ел ішінің белді азаматтары мен батыр бағлан ер шораларына Хиуа жорығын болғызбау барлық мұсылманның борышы екенін түсіндіріп, назар, табын, адай арасын аралады. Осы жолда орыс география қоғамының ғылыми хатшысы академик Ковалевский экспедициясына кезгеледі. Махамбет Ковалевский отырған үйге кіріп келіп, орысша сөйлей жөнелетті, өткірлігімен, шешендігімен, ақыл парасатымен орыстарды таң қалдырады. Өзінің Үшқордадан қуылып, 4-5 жылдан бері үй күйсіз жүргенін баян етеді. Махамбет 1841 жылдың 7 наурыз күні Дуанбасы деген жерде тұтқындалып, Орынбордың Ордон Гауз түрмесіне табыс етіледі. Сот тергеуінде Махамбет өзіне тағылған айыпты үзілді кесілді мойындамай. Ол тергеушіге бүлікке қатысқанмен, ел тонаумен айналыспағанын, орыс әкімшілігі мен жергілікті сұлтан билерден қуғын көріп жүргенмен, қазақ даласында қарсы ұшырасқан орыс адамдарына ылғи да қол ұшын беріп, жәрдемдескенін көлденең тартады. Сот қылмысты деп табылған Өтеміс сұлы жайық сыртындағы ордада жүрген кезінде үкіметке көрсеткен дұрыс ниеттер үшін жаза тартудан құтқарылсын да, шеп сыртында тұруына рұқсат етілсін деген үкім шығарды. Махамбет кіші жүздің орта бөлімінің билеушісі Арыстан Сұлтанның бақылауында болды. Желп-желп еткен алату, жиырып алар күн қайда, ормамылтық тар сұрып жауғататын күн қайда, елбең-елбең жүгірген небелік отқа семірген, арғымақтан туған асылды баптап мінер күн қайда, алаштағы жақсыдан батасын алып дәм татып, түлкіден түн қатып, бөрден жол жатып, жауырнына мұз қатып, жалаулы найза қолға алып, жау тоқтатар күн қайда. 1844 жылы Махамбет шекара комиссиясы жанынан қазақ балалары үшін ашылған мектепке жалғыз ұлы Нұрсұлтанды орналастырмақ болып Орынборға келеді. Бірақ баланы мектепке қабылдамай қояды. Себебі мектеп империяға адал еңбегі сіңген адамдардың балалары үшін ашылған еді. 1845 жылдың 27 ақпанында Баймағамбет Орынбор губернаторы Обручевке Өтеміс ұлының тұрақты қонысы жоқ, ал мінез құлқы болса тым нашар, қазақтар арасында өте зиянды. Сол себепті оны менің қарауымнан аластауды өтінемін деген жауабы келді. 1845 жылы қыркүйекте шекара комиссиясы Махамбетті ұстап Орынборға жеткізуді Баймағамбет сұлтанға жүктейді. Мен едім. Мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ер едім. Исатайдың барында екі тарлан бөредім. Ерегіскен дұшпанға қызыл сырлы жебедім. Жақсыларға ебедім, жамандарға көбедім. Ерегіскен дұшпанның екі талай болғанда азыққа етін жебедім. Хан баласы Ақсүйек ежелден табанан тысқан, ата дұшпан сен едің, ата жауын мен едім. Ежелгі дұшпан ел болмас, етектен кесіп жең болмас. Хан баласы Ақсүйек, Бәйеке сұлтан сен болып, сендей нар қоспақтың баласы. Маған оңаша жерде жолықсаң, қайраңнан алған шабақтай, қия бір соғып ас етсем тамағыма, қылқаның кетер демесем. Арғымаққа оқ тиді, қылмықанның түбінен, ер жігітке оқ тиді, ауыз омыртқаның түбінен. Жантайып жатып көп іштім жаздықтың шалшық көлінен. Қайтейін енді дүние-ай,
Жағдайсыз кетіп барамын қасымда көмектің кемінен. Ат жігіттің майданы, қылыш жанның дәрмені, өлім хақтың пәрмені. Атақты ермен бір гүлсе, жігіттің болмас арманы. Өте шыққан қызыл гүл, бұ дүниенің жалғаны. Исатай мен Махамбет бастаған қазақ халқының жергілікті сұлтандар мен орыс отаршыларына қарсы бағытталған қарулы көтерілісі Ресей империясының Қазақстан мен Орта Азияны отарлау саясатын ұзақ уақытқа тежеді.